Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бұл видеода Pinduoduo сайты блокировкаға кетсе не істейміз, сол туралы айтатын боламын. Жалпы Pinduoduo сайтында алғаш кірген кезде сізді тексерістен өткізеді. Сіз роботсыз ба или кәдімгі адамсыз ба деген сияқты. Сол кезде сізде осындай тексеріс, осындай бір қызыл сұрайды. Сол жерде қызылды басып, сонда сіздерде мінекей осындай терезе шығады. Осы жерде мына тұрғанды мына өзіне сәйкестендіретін пазлға апарамыз. Асты қызыл емес, жасыл болып тұру керек. Жасыл болса ол дұрыс, қызыл болса дұрыс емес деген сөз. Бұндай тексеріс сізде егер ұзақ уақыт Pinduoduo сайтында тапсырыс жасамаған болсаңыз, заказ жасамаған болсаңыз шығуы мүмкін. Ондайда X-ті баспай, қызылды басып, жаңағындай тексерістен өтіп тұрамыз. Кейде сізде осындайда шығуы мүмкін. Сізде Wi-Fi бәрі дұрыс деп тұр, интернет барлығы дұрыс деп тұр, но Pinduoduo сайтында осылай шығып тұр. Бұндай жағдайда да қызылды басып, жаңағындай тексерістерден өтеміз. Егер жаңағындай тексерістерді уақытында істеп тұрмасаңыз, қайта-қайта X-ті баса беретін болсаңыз, сізде осындай басқа тапсырмаларды береді. Мына жерде мысалы бірінші тұрғанда 2 қосу бірнеше болады деген сияқты, мына жерде жауабын жазасыз. Астында уже қиындай береді. Уже қанша мына жерде қандай фигура нешеу деген сияқты сұрап тұр. Перевод жасап көрсеңіздер. Сондықтан басында оңай болып тұрған кезде тексерістен өтіп тұрамыз, сұрағанын бәрін істеп тұрамыз. Бұндай окошкалар қайта-қайта шыға беретін болса, телефоныңыздың настройкасына кіріп, приложениесінің настройкасын жөндеп алсаңыз болады. Немесе осы Pinduoduo сайтына 2-3 күн кірмей тұрсаңыз, өздері қайтадан восстановить ететін болады. Қазір сіздерге телефоннан Pinduoduo сайтының настройкасын қалай жасау керек, соны көрсетейін. Мінекей, мына жерде настройкаға кіреміз. Соның ішінен приложение дегенді тауып аламыз. Мінекей, мына жерде менде приложение деген тұр, міне. Так, мінекей, мына жерде приложение дегенге кіреміз. Соның ішінде все приложение. Сонда ең астында түссеңіздер, енді басқа телефондарда қайда тұратын білмеймін. Мен телефонымда ең астында тұр. Осы Pinduoduo сайтын тауып аламыз да, мына сетевой подключение деген тұр ғой. Сол жерде Wi-Fi-ға, мобильный сим-карта қай жерде, соған галочка қоямыз. Менде екеуінде де бар, сондықтан екеуіне де галочка қойғанмын. Осы істегеннен кейін сіздерде Pinduoduo сайты ары қарай нормально жұмыс істейтін болады. Соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналыма өтіп басқа да видеоларымызды қарап шығыңыз. Сізге пайдасы тиеді. Және осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше.